Біздің байтақ өлкеміздің табиғаты ерекше. Алып асқар таулар мен шөлейтті жерлер кең даламыздың әсем табиғатына ерекше әр береді. Мұндағы таң тамаша табиғи пейзажға көз алмай қарауға болады. Мы находимся в поселке Агадырь Шетского района. Направляемся теперь в поселок Киикты, Ағбай-Батыр кесенесі, прямая дорога, отсюда 150 километров. Тұран ТВ телеарнасының экспедициялық құрамы Қарағанды облысындағы тарихи мәдени ескерткіштердің бірі Ағбай Батырдың кесенесіне барды. Кесене қазақтың көрнекті тарихи қайраткері Ағбай Батырдың жерленген жерінде тұрғызылған. 18 ғасырда өмір сүрген Ағбай Батыр 1837-1841 жылдары қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымовтың басшылығымен болған ұлт-азаттық көтерілістің жетекшілерінің бірі болған. Кесене құрылысы сазды кірпіштен салынған. Сыртқы периметрі шамамен 10-10 метр, биіктігі 8 метр. Ағбай Батыр кесенесі Қазақстандағы ең ірі сырлы кірпіштің бірі болып табылады. Ағбай Батыр Ұлытау өңірінде Қоңырбай Батырдың отбасында дүниеге келген. Ол 13 жасында әкесіз қалады. Ағбайдың шешесі Қойсана атақты қазақ батыры Байғозының қызы, Абылай ханның сенімді серігі әрі ту көтерушісі болған. Ес біліп, ер жете бастағаннан батыр туралы тарихи аңыздар ел арасына кеңінен тарала бастайды. Бейбіт жатқан қазақ ауылдарына шабуыл жасап, патша жасағының қысымын көзімен көрген Ағбай Батыр 13 жасынан атқа қонған. Ашылдай Ағбай Батыр ұлы ұлт-азаттық көтерілісте артындағы күмбезде жерленген. Сол көтерілісте орыстың отаршылығына қарсы тұрған азаматтардың біреуі. Сол көтерілістің бас қолбасшысы, бас батыры болды. 20 мың қазақтың қолы артынан шабады. Ақжолтай Ағбайды. Кенесары хан қызғанады. Ей көсе, тірідей әруаққа айналдың ғой, тірідей ұранға айналдың ғой деп. Бұл кісілердің азаттық көтерілісінде бізге көрсеткен үлгі мәңгілікке қалады. Болашақ бізден кейінгі ұрпақ бұның барлығын жалғастырып отырады. Мына күмбездің бірінші реставрациясы 2005-те басталып, 2005-2006 жылы, 2007 жылы аяқталды. Талшыбық анамыз Ақжолтай Ағбай Батырдың бәйбішесі болған. Дүниеден өтпей тұрғанда айтады ғой. Ақке, мен дүниеден өтсем, сен мені бөлек жерле. Сенің басыңа келеді, Құран оқылады, атың аталады. Мен атым аталмай қалады деп. Аманжол Қарқаралда аға сұлтан орынбасары болып тұрғанда, баласына барғанда Талшыбық анамыз дүниеден өтті. Қарқаралға барып, айтына келіп, өшірген жерлер мына күмбезді тұрғызды. Табаны мына күмбездің 2,5 метр енінен басталады. Жоғарыда 1,5 метр қалыңдық. Мынау гидроизоляцияға қойылған тас 160 жылдай жұмыс істеп тұр. Ағбай Батырдың кесенесін көргеннен кейін біздің экспедициялық топ одан әрі қарай Шунақ петроглифтеріне барды. Таятқан Шунақ петроглифтері Қарағанды облысының Шет ауданында Бетпақ дала шөлінде орналасқан. Шунақ қалмақ қырылған және айғыр ұшқан тауларындағы жартасқа салынған мыңдаған көне суреттер бар. Бұл тас бетіне салынған ескерткіштерге қарап, қай кезеңде салынғанын аңғаруға болады. Бұл петроглифтердің негізгі бөлігі қола дәуірін қамтиды. Шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші мыңжылдықтың ортасына жатады. Таятқан Шунақ
Бұл яғни із-тастарының өзін алып қайтын болса өте ерекше, әрине. Бұл ерекше несімен құндылығы. Біріншіден алып қайтын болсақ, бұл алып атқан аумағы ұзындығы шамамен 400 метр, жақпар тастардың бойында бейнеленген із-тастар, петроглифтер. Бұны алғашқы рет Әлкем Марла 1940 жылдары зерттеген болатын. Бұл орталық Қазақстанның із-тастарының қазіргі уақытта қасиетті орындарына еніп отыр. Енді осы тікелей тайытқан шақтарының өзінің із-тастарына, жасалу технологиясына, оның уақыт кезегіне келетін болсақ, негізінен петроглифтердің өзі жалпы жасалу жолдары екі түрмен жасалынады. Біреуі тасқа сызу арқылы, екінші нүктелеп жасау арқылы. Міне осы екі әдістің екеуі де осы жерде қолданған. Енді ең басты нәрсе бұл орталық Қазақстанда, жалпы Қазақстанды кездесетін кешенді петроглифтер болып табылады. Тайытқан шұнақта көп кездесетін күн бейнесі. Күн бейнесінің өзі бірнеше түрде кездескен. Ол күннің айналма бейнесі кездескен. Сонымен қатар күннің алғашқы кезеңде оның орам ретінде, содан кейін жаңа біз атап тұрмыз, мынау қуанып тұрған адамның бейнесі. Бұндағы сонымен қатар жабайы аңдармен қатар біздегі жаңа атап кеттік ең үлкен көп кездесетін мынау тауешкілер мен жылқылары. Өйткені солардың өздерінің алғашқы қолға үйреткендері аңдарға тауешкілерінің сол кезде аңға шыға бастаған кезеңінде осының барлығын бұлардың өзінің із-тасқа салуы. Із-тастар тек қана қарапайым із-тастар емес, бұл біздің қазақ жеріндегі орталық Қазақстандағы, жалпы Қазақстандағы алғашқы бейнелеу өнері. Міне осы бейнелеу өнерінің негізгі бұндағы рухани мұрас деп табамыз. Жаңа атап кеттім, бұл яғни нүктелеп бейнелеу, екінші несі мынау сызба қалдыру. Енді бұның негізгі біз бүгін кездестірген тайытқан шұнақтағы барлық із-тастардың барлығы негізгі қола дәуіріне қатысты. Бұл яғни 3000 жылдай бұрын. Жалпы бұндағы тайытқан шұнақ таңбаларын біз айтамыз тасқа жазылған тарих. Бүкіл Қазақстанның яғни қола дәуіріндегі олардың рухани сана сезімі, материалдық мәдениеті, рухани мәдениеті, олардың тек қана археологиялық қазба жұмыстарын емес, сонымен қатар жер бетіндегі осы таңбалардан байқаймыз. Бұл ашық аспан астындағы мұражайда ұзақ тұру керек. Өйткені мұнда 1000-нан астам петроглифтер қалған. Себебі олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Мына жерде астрономиялық обсерватория тұр. Ортасындағы үйінтек тас, мына жағында бір қанаты 72 метр, бір қанаты 75 метр. Ең бірінші адамдардың астрономиялық обсерваториясы. Академия науктың Әлкем Маргулан атындағы археология институтының ғылымидары келіп, бұл жерде дәлелдеп кетті. Мына жерде, мына жартастардың үстінде сақ дәуірінің бейіттері деді. Мына тұрған. Оба тастарын тапты, оба тасқа дөңгелек ретінде қалып, ол сақ дәуірінің белгісі деп дәлелдеп кетті. Біз қазір бара жатқанымыз Айнатас 12 миллион жыл бұрын үлкен астероид құлаған тығыз ауаға кірді. Ең бірінші кратері мынау Шұнақ тауларында анау тұр Күнгей қара деп аталады. Сол жерде кратердің диаметрі 3 километр 150 метр, тереңдігі 400 метр.
Ол астероидтың кесегі соққаннан кейін мына жақтағы шұнақ таулары пайда болды. Ең биік тау анау қашықта 1111 метр биіктікте. Қарағанды облысында Мойынты темір жол станциясынан 40 шақырым жерде Шунақ метеориттік кратері жерден тыс шыққан таңғажайып ескерткіш орналасқан. Шунақ тауының атымен аталған бұл кратер ондаған жылдар бойы геологтар мен саяхатшыларды қызықтырды. Шунақ метеориттік кратері шамамен 12 миллион жыл бұрын үлкен метеориттің құлауы нәтижесінде пайда болды. Ол сол кезде бірнеше мың шақырым қашықтықта барлық тіршілік иелерін жойған. Мынау ғарыштан келген тастың дыбысы. Мына астау арнайы жасалынған ғарыштан келген таста құрбандық малдың қанын ағызатұғын. Бұны алып алақанына адамды денесін сылайтұғын. Бұл жердің барлығы ең бірінші адамдардың адаптация жүргізген орны. Надежда Сергеевна Шейву, доктор исторических наук, профессор, жер бетіндегі үштілдік маманның біреуі бейдеді. Мына ем жасалатығын. Ақжол әулие түсімде 15 мың жыл бұрын жер бетінде тіршілігін жасаған. Өз айтты түсімде. Сол кісі айтты, бір алақанның орны, екінші алақанның орны, маңдайды зерлеп тұрып тигізесің, бұл тастың қасиеті. Сіздің тілеуіңізді төбедерімізге жеткізеді. Алла сіздің тілеудеріңіздің қабарлы болғаны кейін, соны бақ дәулетіне бөлейді деді. Академик Марал Тампиев былай жазады, шекара айқындау дәуіріндегі монографиясында біз Шунақ метеорит кратерында болды, мына жерде айтады. Айнатастан сырғанадық. Біз тұрған жерімізде ең бірінші адамның жаратқаннан кейін жердің климатына, ауа райысына, электромагнит толқынына, магниттік толқынына бұл жерде адаптация жүргізген ең бірінші адамның организм. Қазір біз сол адаптация жүргізген үш астауға барамыз. Ал, бері бұрыңыз. Міне бармақтарды көрдіңіз бе орныға жерде? Бұл жерде жер мен ғарыштың күші қиылысқан. Сонан кейін 7 рет сырғанадыңыздар, 8 рет сырғанап түскенде о жаратушы ем. Мен тілеуімді қабыл ала көр, соның бақ дәулетіне бөлей көр. Менің тілеуімнің шексіз бақ дәулетіне бөлей көр деп 8 рет сырғанап түсесіңіздер, өздеріңіз ұдынаған әдіспен. Емеке барып сырғанап түсіңіз.
байтақ даламыздың табиғаты ерекше. Себебі мұндағы ландшафтар әртүрлі болады. Бір-біріне ұқсамайды. Кешегі көшпенділер кезеңінен басталған дала мәдениетінен бүгінгі қала мәдениетіне дейінгі жеріміздің қазынасы мен тарихи жәдігерлеріміздің құндылығы күн өткен сайын артып келеді.